Елут қай адресқа барады мынау? Так, бірінші Байсеркеге кетеді мынау. Аха. Екінші қас Талғардікі келеді. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, міне жаңбыр ауа райына қарамаймыз, кезекті клиенттеріміздің товарларын, тапсырыстарын бәрін реттеп жіберіп жатырмыз. 1-2 күн кешігіп қалған клиенттерге көптен көп кешірім сұраймыз, себебі үлгермей жатыр, заказ өте көп. Қазір Байсеркеге кететін алғашқы клиентіміздің сэндвич панелі стенасына дәл мынандай қоңыр кірпіш тектес өте бір әдемі светін таңдап алды. Ерекше мынаусы фундаментіне кетеді. Елдос, мына стиктары да бар еще. 26, 37 қоңырдан 26 сериядан болу керек. Мына заказ беріңіздер, құрметті. Біздің көрермендер TikTokқа жазылып, тіркеліп келген арнайы біздің подписчиктерімізге керемет жеңілдіктеріміз бар. Товардың саны шектеулі, өте төмен баға, жақсы бағамен алып үлгеріңіз. Міне кішкене ауа райы қолайсыздау болып тұр, жаңбыр жауғанына қарамастан, біз әр клиенттің товарын уақыт-уақытылы жіберуге тырысамыз, міндетті түрде. Hakan Tokuş'un шығара берейін. Құрметті ағайындар, мұны қарасаңыздар, ескі варианты. Траментинмен жасалған өте сүйкімсіз көрінеді. Қазір бізден қарасаңыздар мұны. Жаңа түрі Қытайдан қолайлы, бағасы да өте әдемі болады. Көріп цветін, любой цветін таңдасаңыздар болады. Серый, қызыл, қоңыр, бүткіл цветтері бар. Достар, мені қараңыздар. Әр клиентке жіті қадағалап, 10 рет санап, бір рет теп жүреміз. Себебі біздің әр клиентіміздің заказы біз үшін алтымен пара-пар өте қымбат. Барлығын тексеріп, санап, барлықтарыңызға жібереміз. Тағы да қайталап айтам, кешігіп жатсақ, айыпқа бұйырмайсыздар, кешірім сұраймыз. Біз сағат 9:30, 10, 11-ге шейін осындамыз. Әр клиенттің товарын жіберіп болмай, бізге ұйқы да жоқ, демалыс та жоқ. Қоштаспаймыз, міне барлық клиенттердің ұмытпадың ба, Елдос? Қайсыны ұмытпадың ба? Жоқ, Талғар списокпен бір қарап жүрейік. Талғардікі ғана қалды ғой енді.